Теміртау маңындағы ең биік нүкте Жауыр шоқысы екенін білесіздер ме? Оның биіктігі 628 метр. Жауыр шоқысымен ежелгі аңыз байланысты. Осыдан бірнеше жүз жыл бұрын ру басшысы Мұрат үйінде қасірет туды. Ұлдарының бірі Мырзамбет қайтыс болды дейді. Сол кездегі жазылмаған заңдарға сәйкес, оның жесірі інілерінің біреуіне әйел болуы керек еді. Әйтпесе, отбасыға ұят келіп, ал жесір әйелді туыстары алып кетеді. Қалған ұлдары осындай әдет-ғұрыпты ұстанудан бас тартты. Содан кейін Мұрат Нұра жағасында басқа ұлдармен асық ойнап жатқан өзінің немересі Бегайдарды шақырды. Ол 10-11 жаста еді. Бала жесір әйелдің күйеуі болуға келісті және осылайша өзінің отбасын ұяттан сақтап қалды. Алғысын білдірген Мұрат өзінің немересі Бегайдарға батасын беріп, Жауыртау шатқалын береді. Жүздеген жылдар өтті. Енді аңыздар емес, құжаттар. Бегайдардың ұрпақтары қазіргі Теміртау маңындағы Жауыртау шатқалының жерлері оған тиесілі екенін растайды.